Баршаңызға сәлем. Бүгін ерекше дәмді дастарханыңызға сән беретін пачуба салатының бір түрін әзірледім. Видеоның соңына дейін қарап бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдымен картоп, морковімізді, свекломызды барлығын әдеттегідей тұз қосып, суға пісіріп аламыз. Одан кейін картошканы осылай чоркіден өткізіп, пищевой пленканы 3 қабаттап жайып алып, осының үстіне осылай төртбұрыштілетіп жайып аламыз видеодағыдай. Алдын ала морковты және свеклоны, жұмыртқаның ағын осылай соломкалап кесіп дайындап алдым. Рет-ретімен осылай салатын боламыз. Шетіне кішкене орын қалдырасыздар. Содан кейін үстіне осылай барлығын салып шығамыз. Одан кейін жұмыртқаны осылай екіге бөліп, ортасындағы сары уызын бөлек ыдысқа салып, ақ уызын соломкалап турайтын боламыз. Достар, осы рецепт өте қатты ұнады және де келген қонақтарымның өзі таң қалып кетті. Дастарханыңызға өте ерекше сән беріп тұрады. Жаңа жылдық мерекеге немесе басқа да мерекелік кештерде жасасаңыз, қонақтарыңыз таң қалатындай болады. Одан кейін сары уызына осылай бір қасық майонезді салып, үстіне кішкене тұз сеуіп, езіп дайындап аламыз. Жұмыртқаның ақ уызында осылай ретімен салып шығамыз. Оның үстіне жаңағы сары уызымызды, майонезімізді үстіне соус ретінде салып шығамыз. Содан кейін тығыздап орайтын боламыз. Ақырындап орау керек. Достар, егерде рецепттерім ұнап жатса, лайк басып, каналыма міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Күнбе-күнгі жаңа рецепттерімді жіберіп алмаңыздар. Мінекей осылай ақырындап, тығыздап орайтын боламыз. Пищевой пленканың көмегімен ораңыздар. Содан кейін тығыздап, орап болғаннан кейін де кішкене тығыздап жіберіңіздер. Және де холодильникке 1,5 сағатқа алып қойсаңыздар болады. Мен бірден кесіп дайындадым, қонақтарым келе жатқандықтан. Бірден кескенде де ештеңе болған жоқ, жақсы кесіліп шықты. Ал балықтарымызды осылай екіге бөліп кестім, шамалы грубыйлау болғандықтан жіңішкелетіп қойған кезде әдемі болсын деп осылай кесіп дайындап алдым. Ал енді рулетімізді кесетін боламыз. Ақырындап кесіңіздер, шет жағын негізі алып тастаған дұрыс. Содан кейін үстіне балықтарын қойып әдемілейтін боламыз. Мінекей балықтарын үстіне осылай қойып шықтым. Және болып жатса, петрушка жапырағын жанына қойсаңыздар болады. Менде осы жолы петрушка болмай қалды. Сол себепті укропты қойдым әдемілік үшін. Және үстіне жуаңыздың кішкентай түрі болса, домалақтап кесіп қойсаңыз өте әдемі болып көрінеді. Ал достар, сіздер де жасап көріңіздер, өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Отбасыңызды таңғалдырып сіздер де жасап беріңіздер. Және де алдағы уақытта жаңа жылдық рецепттерді салатын боламын, жіберіп алмаңыздар. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыз.